Ассалаумағалейкум. Арайлап атқан әрбір таң қуаныш пен сүйінші хабарға толы болсын деп біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Бүгін күн сейсенбі, маусымның 5-і, студияда сіздермен бірге 1 сағат бойы. Асаубек Айымбетов және менің әріптесім Аяулы Мұрат қызы. Бүгін біз сіздерге жұрттың пікірін екіге жарған, көпшілікті сарсаңға түсірген сөз туралы айтамыз. Теңіз табанындағы орман туралы естіп едіңіз? Бағдарлама барысында осы орманды өздеріңіз көресіздер. Сонымен қатар талайды мезі қылған сүйелден құтылу жолдарын көрсетеміз. Ал бүгінгі студия қонағы кинорежиссер, кинодраматург, сценарист, қазақ киносына жаңаша дем берген Талғат Теменов. Пайдалы кеңестер мен қызықты ақпараттан құлағдар болғыңыз келсе, алдағы 1 сағатта бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бүкіләлемдік табиғатты қорғау күні. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен 1972 жылы бекітілген. Сондай-ақ Дания корольдігінің ұлттық мейрамы Конституция күні. Дания Еуропаның солтүстік батысында орналасқан ең кішкентай мемлекет. Әкімшілік жағынан 14 облысқа бөлінеді. Астанасы Копенгаген, мемлекеттік тілі дат тілі. Ақша бірлігі дат кронасы, мемлекет басшысы королева. Сейшер аралдары республикасының ұлттық мейрамы Азаттық күні. Сейшер аралдары мемлекеті Мадагаскар аралының солтүстік шығысында Үнді мұхитындағы аралдарда орналасқан. Әкімшілік аумақтық жағынан 23 округке бөлінеді. Астанасы Виктория қаласы. Ал Гамбургте қазір қысқа метражды фильмдер фестивалі өтіп жатыр. Жыл сайын мамырдың соңы мен маусымның басында 1 апта бойы өткізілетін шара 1985 жылдан бастау алған. Кинофорумның алғашқы рет ұйымдастырылғандағы қысқаша атының аудармасы бюджетсіз деп аталады. Бүгінде Гамбургтегі қысқа метражды фильмдер фестивалі әлемдік кино саласындағы айтулы шараға айналды. Мен бір теңеу айтайын, ұлы дерсің, сұлулыққа айнымас сыңар қонған. Әйелдерді раушан гүлі дерсің. Шіркін-ай, иісі қандай, ән шығармай мүмкінде күй шығармай деп, қыздарды әсем гүлге теңеп жатамыз. Пай, шіркін. Ал сол гүлдердің әлемде ерекше түрлері көп. Мысалға, ренжіп тұрған маймылға ұқсайтын Дракула семия гүлі. Ал мынау түрі Дракула семияның жымиып тұрған нұсқасы екен. Гүлдердің ішіндегі ең ерекшесі психотира элата деп аталатын гүл. Далаппен боялған ерінге дәлме-дәл ұқсас гүлді орталық және оңтүстік Америкадан кездестіруге болады. Әлемдегі ерекше гүлдер топтамасын шартараптан көрейік. Жер бетіндегі ең құпия және ең жұмбақ өсімдіктер жыртқыш гүлдер. Мысалы, шыбын ұстағыш венерина. Бұл өсімдік солтүстік және оңтүстік Калифорнияның ақштың ылғалды, батпақты аймақтарында кездеседі. Венеринаның бірден-бір ерекшелігі жәндіктер мен ұсақ жануарларды аулап қорек қылады. Ұзын жапырақтары орта сызықтың бойында, шеттері тікенекті болып келген екі қалқан жасай орналасқан. Жәндік жақындаған кезде өсімдіктің сезімтал тікендері шыбын-шіркейдің қимылымен реттеліп, қалқан лезде жабылып қалады да жәндік торға түседі. Непентес – тропикалық жыртқыш өсімдік. Олар Қытай, Малайзия, Индонезия және Мадагаскар аралында жолығады. Кішкентай көлемді Непентес жәндіктерді ұстауға бейім, ал ең ірісі тышқан, бақа, тіпті құстармен де қоректенеді. Непентеске қонған жәндіктер құмыраның жылтыр ернеуінен өсімдіктің ішіне сырғып түседі де шыға алмайды. Бұл өсімдікті кейде аңшы кесесі деп те атайды. Тағы бір ерекше гүл аморфофалус. 1878 жылы Суматрада Флоренция ғалымы ашқан. Отаны Суматра мен Индонезия. Таралған аймақтары оңтүстік шығыс Азия мен тропикалық Африка. Табиғаты өте үлкен және жағымсыз иісті аморфофалус титаниум өседі. Оның жапырағының биіктігі 3 метр, ал түйнегі 25 килограммға жуық. Өмір сүру ұзақтығы шамамен 40 жыл. Сол жылдар аралығында ол 3 немесе 4 рет қана гүлдейді. Әлемдегі ең алып гүл Раффлезия арнольди. Раффлезия арнольди паразит өсімдік. Ол басқа өсімдікке тамырлары арқылы жабысып, шырынын ішіп қоректенеді. Гүлденген уақытта диаметрі 1 метрге, салмағы 10 келіге жетеді. Раффлезияның гүлденгені де қызық.
Оның гүлі бар жоғы 3-4 күн ғана тұрады. Басқа гүлдерден жағымды хош иіс шықса, бұл гүлден керісінше шіріген еттің иісі шығады. Амазондық Виктория әлемдегі ең үлкен құмыра гүл. Құмыра гүлдің жапырақтары етті, жуан және өте берік. Оңтүстік Америка үндістері оларды басып, су қоймаларына емін еркін асып өте алады. Олар үйісіп, көп өскен жерде барлығы бірігіп, тұтас көпірлер түзіледі. Викторияның таңғажайып лотосқа ұқсас гүлдері де өте үлкен, диаметрі 40 см. Олар тым ерекше, әдемі және ғажайып қасиеттерге ие. Құмыра гүл 3 күн ғана гүл ашып тұрады, бірақ осы уақыт ішінде гүлдерінің түсі мен иісі де өзгеріп отырады. Алып құмыра гүлдің орташа өмір сүру уақыты шамамен 5 жыл. Әлемдегі ең биік секвоя ағашы туралы білесіз бе? Жер шарындағы ең биік және ең ұзақ өмір сүретін ағаш секвоя. Ол солтүстік Америкада өседі. Екінші атауы Гиперион. Ежелгі Грекияның ертегі кейіпкері Титан Гиперионның құрметіне осылай аталған. Секвоя Гиперионның биіктігі 115 метр, көлемі 530 текше метр. Ғалымдардың айтуынша бұл ағашқа 700-800 жылдай болыпты. Теңіз түбіндегі орман Өзбекстанда тартылған теңіздің орнына ағаш еге бастады. Адамдар аралды өлтірді, енді ол адамдарды өлтіріп жатыр. Қашқан теңіздің табаннан көтерілген құмды дауыл мен химиялық шөгінділер қазіргі таңда әлемге өз әсерін тигізіп отыр. Соның салдарынан жергілікті тұрғындар ауруға шалдығы, тіпті ажал құшып жатқандары қаншама. Теңіз зардабын сәл де болса азайту мақсатында Өзбекстан билігі қашқан теңіздің табанына сексеуіл отырғызу туралы шешім қабылдаған. Олардың айтуынша бір төп сексеуіл 10 тонна топырақты бекітеді. Тоғай массивтері қаншалықты көп болса, жергілікті тұрғындардың өмір сүруіне жақсы әсерін тигізеді. Бүгінгі дейін Арал теңіздің 500 мың гектар жер егілді, бірақ әлі де 3 миллион гектар жерге өсімдік отырғызу керек. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Банан жемісінің тез бұзылатыны белгілі. Оны ұзағырақ балғын күйінде сақтау үшін сабақ жағынан полиэтилен пакетпен орап қойыңыз. Ал бананның қабығын бірден лақтырмай былғары аяқ киіміңізді жалтырата тазалап алсаңыз болады. Сонымен қатар банан қабығының тісті ағартатын қасиеті бар. Ол үшін қабықтың ішкі жағымен тісіңізді бірнеше минут ысқыласаңыз жетіп жатыр. Тісіңіздің жарқырай түсетінін бірден байқайсыз. Осындай тұрмысқа қажетті кеңестерге толы қолыңызға қуат берсін айдарын тамашалайық. Әдетте қыздар қауымының әшекей бұйымдары бір-бірімен шатысып жатады. Мұндайда киім-ілгішті қалаған түсіңізге бояп, оған ілмектер жалғап қабырғаға іліп қойсаңыз болғаны. Бұйымдарыңыз рет-ретімен қаз-қатар тізіліп тұрады. Мынадай төртбұрышты жиектемеге шегелерді қағып, оларды қалың жіппен жалғап, қыстырғышпен фотосуреттер іліп қойсаңыз, бөлмеңіздің көркін аша түседі. Ал жиектемені қалаған түсіңізге бояп, оған ілмектер жалғасаңыз, кілттерді ілуге арналған ерекше бұйым пайда болады. Көзілдіріктерді ілуге арналған бұйым жасау үшін кеңесімізге құлақ түріңіз. Жиектемеге матаны керіп, оған түрлі түсті лентаны жолақ етіп қыстырып қойсаңыз жеткілікті. Жарық шамды ерекше етіп безендіруге болатынын білесіз бе? Ол үшін түрлі ойыншықтарды бір түсті етіп бояп, шамның түбіне желімдейсіз. Сәнді жарық шам дайын болады. Сондай-ақ қолдан өзгеше аспалы шам да жасауға болады. Ол үшін ыдысқа желім мен крахмалды және суды араластырып, оған қалың жіп саласыз. Содан соң жіпті шардың сыртынан орап, дөңгелек тәріздес пішінге келтіріп аласыз. Аспалы шам дайын болады. Кәдеңізге жарасын. Ғаламторда тез таралатын ақпаратты немесе дыбыстарды мем деп атайды. Ағылшыншадан аударғанда мәдени ақпарат бірлігі деген мағына береді. Әдетте мұндай ақпараттар ойламаған жерден ғаламтор кеңістігінде жылдам таралып, қызу талқыға түседі екен. Бұл терминді және мем тұжырымдамасын 1976 жылы эволюциялық биолог Ричард Докинс ұсынған еді. Ол барлық мәдени ақпарат, биологиялық ақпарат сияқты бірліктерден тұрады деген ой айтты. Қалай болғанда да ғаламторда жылдам таралатын ақпарат көп. Бүгін біздің сөз етейін деп отырғанымыз таяуда ғана талайдың пікірін екіге айырған аудио дыбыс. Не дейді? Лорел дейді. Лорел не деп тұр ғой? Жоқ, Лорел деп тұр. Қайда Лорел? Лорел. Дұрыстап тыңдашы. Лорел. Лорел.
Желіде жақында ғана пайда болып, халық арасында жылдам тарап кеткен бұл аудиодан әр адам әртүрлі сөз естиді. Біреулер Яни сөзін естісе, басқалар Лорел сөзін естігенін айтады. Ал мұның сыры неде? Шындығында жазбада тек бір есім бар, ол Лорел. Ал Яни ми жұмысының жанама әсерінен пайда болатын иллюзия дейді мамандар. Аудио жазбаны әркімнің әртүрлі естуі дыбыс жиілігіне байланысты. Яни және Лорел деген сөзді алсақ, бұл жерде 4-5 килогерцпен килогерц жиілігінде жазылғаннан кейін оның әр адам әрқалай естиді өзінің есту қабілеті бойынша. Біреу Яни деп естиді, біреу Лорел деп естуі мүмкін. Және де ол акустикалық сипаттамаларына байланысты болуы мүмкін. Аудио жазба миллиондаған адамды екі топқа бөлді. Аталған аудиовирус биылғы жылдың мамыр айында тарағанымен, оны 11 миллион адам тыңдап, талқылап үлгерген. Твиттерде жүргізілген сауалнамаға қатысқан 500 мың адамның 56% Лорелді, ал 44% Яниді естігенін айтады. Лорел. Мамандардың сөзінше кейбір адамдар Яни деп те, Лорел деп те ести алады. Демек, олардың миы жоғарғы жиілікке де, төменге де дайын тұрады. Екі түрлі есімді есту мидың жұмысына байланысты екен. Жалпы адамдар арасында иллюзияға байланысты екі түрлі пікір туғызған жағдай тек бұл ғана емес. Осыдан 2 жыл бұрын мына бір көйлекті көргендердің де пікірі екіге жарылды. Бірі ақ пен алтын түсті көрсе, енді бірі қара мен көк түсті көрді. На самом деле, да, цвета черный и синий. Шын мәнінде көйлектің түсі көк пен қара. Бар мәселе айналадағы жарыққа байланысты көйлек түсінің өзгеруінде болып отыр. Осыдан адаптациялық иллюзия қалыптасады. Содан кейін бұл адамның көру мүмкіндігімен емес, нейробиологиялық, яғни ми қабаты қызметімен байланысты. Әрине, көз көргеніне, құлақ естігеніне сенеді. Бірақ мына аудио жазбаны қатар тұрған екі адам екі түрлі естігендіктен оған да күмән келтіре бастадық. Қалай болғанда да санамыз адаспасын. Маржан Нүсіпбек, Қолан Өтегенов, арнайы қайырлы таң үшін. 2018 жыл жылды жорамал кестесі бойынша торпақ, саршаян, егіздер, арыстандар және мергендер үшін шаңырақ көтеретін сәтті жыл екен. Ал тоқты, таразы, тауешкі, балықтар үшін жаңа жұмысқа ауысып, өмірді жаңа парақтардан бастауға қолайлы жыл болмақ. Жылдышылар бүгінге қандай болжам айтады? Көрейік. Назарларыңызға сейсенбі 5 маусымға арналған жұлдыз жорамалды ұсынамыз. Тоқты. Бүгін көптен жоспарлап жүрген ойларыңызды іске асыруға қолайлы күн. Күндегі күйбең тіршіліктен алыстап, көздеген мақсатыңызға қарай қадам жасаңыз. Кешкі уақытыңызды өзіңізге және достарыңызға арнаңыз. Торпақ. Жұмысқа ден қойыңыз. Бүгінгі еңбек ертеңгі болашақ екені есіңізден шықпасын. Таңдаған жұмысыңызды байыппен, сүйіспеншілікпен атқаруға тырысыңыз. Ал кешкісін сізді күтіп тұрған жақсы атмосфера күні бойғы шаршағаныңызды әп-сәтте ұмыттырып жібереді. Егіздер, абырой, мансап жолында жақындарыңызды ұмытпағаныңыз жөн. Қандай шешім қабылдасаңыз да, жаныңызға жақын адамдар сізге қолдау көрсетеді. Сондықтан жұмыста қандай жағдай болса да, үйге келгенде бәрін ұмытып, отбасыңызға қамқор болғаныңыз дұрыс. Шаян, өмірлік сыңарыңызды жолықтырасыз. Сіз оны алғашында ұнатпауыңыз да мүмкін. Бірақ әңгімелесе келе, орамды ойымен, кемел ақылымен сізді қалай баурап алғанын сезбей қаласыз. Ол ұйымдастырған романтикалық кештен ерекше әсер аласыз. Арыстан, бойыңыздағы теріс қасиеттерден арылатын кез келді. Дөрекілік пен тік мінезділік сіздің сыртқы бейнеңізге мүлдем сәйкес келмейді. Айналаңыздағыларға жылы қабақпен қарап, оларға қамқорлық жасасаңыз, соңғы күндері сізге күңгірт көрініп жүрген өмір нұрлана түседі. Бикеш, сіз кісінің көңілін қимай, барлығына үндемей көне беретін мінезіңізден опық жейсіз. Қашанда бар қиындықты өз иығыңызға артып алу сияқты үйреншікті әдеттен арылыңыз. Бір күн таза ауада серуендеп, жан дүниеңізде төңкеріс жасаңыз. Таразы, өзіңізге көңіл бөлетін күн. Ішкі дүниеңізбен қатар сырт келбетіңізді де ойлаңыз. Бос уақытыңызда сән салонына кіріп шыққаныңыз артық болмайды. Спортпен айналысуды бастасаңыз, көп ұзамай нәтижесін көре бастайсыз.
Саршаян. Бүгін қолда бар қаражатыңызды ұқсатып жұмсауға қолайлы күн. Үлкен жетістіктерге тап болып, ойда жүрген дүниелеріңізді сатып алып, көңілді бірлейсіз. Дүкен аралап жүргенде сүйіктіңізге де сыйлық алуды ұмытпаңыз. Мерген. Айналаңыздағы адамдардың мақтау сөздеріне, өтірік әңгімелеріне құлақ аспаңыз. Әр ісіңізді аяғына дейін жеткізіп, құжаттарға қол қою кезінде абай болыңыз. Бүгін кішкентай нәрседен үлкен проблема туындайтын күн. Тауешкі. Денсаулығыңызға көңіл бөлгеніңіз абзал. Мән бермей жүрген сырқатыңыз болса, дереу дәрігер қабылдауына жазылыңыз. Денсаулық ең басты байлық. Қым-қуыт тіршіліктің жетегінде жүре берсеңіз, ертең кеш болып қалуы ғажап емес. Суғиғыш. Бүгінгі күніңіз эмоцияға толы болады. Тек позитивті ғана емес, сондай-ақ негативке де кез боласыз. Бірақ сабыр түбі сары алтын екенін ұмытпай, ашушаңдыққа бой бермеңіз. Ең бастысы бәрі жақсы аяқталады. Балықтар. Біреуді бағындыру әдетінен аулақ болыңыз. Өзгелердің идеясын басып тастау сізге абырой атаға келмейді. Одан да шынайы болмысыңызбен жылы шырайыңызды көрсетіңіз. Жұмыста жүріп, жүйкеңізде тыныш болады. Ұлыбритания әлемдегі ең көне әрі дамыған корольдіктердің бірі. Әлемдегі маңызды тарихи оқиғаларда дәл осы Ұлыбритания мемлекетінің жерінде болған. Мәселен, ең танымал спорт түрі футболда дәл осы жерде пайда болған екен. Әлемдегі ең қысқа әуе рейсі Шотландияда тіркелген. Вестра мен Папа Вестер аралдарының арасында ұшақ бар жоғы 1 минут 14 секунд ұшады. 1 минут? Қызық екен. Лондон ең көне қалалардың қатарында. Ыстық шоколад сусын сататын алғашқы дүкен осы қалада орналасқан. Ал мистиканы жаны сүйетін жандар міндетті түрде Йорк қаласына бару керек. Бұл Еуропадағы елес кезген елді мекен деп атанған жалғыз қала. Ал ендеше тақырыпты әлемге саяхат айдар жалғастырсын. Өзіміз сөз етіп отырған Ұлыбританияның көрікті жерлерімен таныстырамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Армысыздар. Ұлыбританияның солтүстігінде қарай орналасқан Ньюкасл қаласының маңындағы Тайнмаус деген кішкентай қалашықтамыз. Қалашық болғанда да бұл қала кішігірім ауыл сынды, өздері де ауыл деп атайды осы қаланы. Бұл ауыл несімен ерекше? Тайнмаус дегеннің өзі ағылшыннан аударғанда Тайын өзенінің аузы, яғни Тайын өзенінің бастау алатын жері осы жер. 70 мың халқы бар Тайнмаузды жергілікті тұрғындар ауыл деп есептейді. Көлемі расында да шағын, дегенмен тарихы тым тереңде. Адамзат бұл жерді біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден бастап мекендеп келеді. Тайнмауз орта ғасырларда балықшылар мен саудагерлердің үлкен орталығы болған көрінеді. Ал қазір тарихи ғимараттары мен әсем табиғаты, әсіресе тамаша жағажайының арқасында жылына мыңдаған турист келетін өлке. Әйтсе де ауа райы суық. Жаз айларында күн 18 градустан артық ысымайды. Бірақ бұл жергілікті тұрғындарға суға шомылуға еш кедергі емес. Жаз ғана емес, көктем күз айларында да жағажайға барсаңыз, шомылып жүрген адамдарды көресіз. Жаз маусымы келіп жетті. Мамыражай мезгілде киетін аяқ киімдер оның аяғымызды қажап, оның қажалып сүйел шығып кетуі де мүмкін. Ол үшін біз тіпті аяғыңыздың жаңағы өкшесінен сүйел шығып кетуі де мүмкін. Аялым, жалпы мамандар сүйелдің шығуы бұл ағзадағы аурудың белгісі деп айтып жатады. Сондықтан бұл болжам расталуы мүмкін. Денеңізге сүйел шығып жатса, міндетті түрде оны дереу емдетудің жолдарын іздеңіздер. Ал қазір бізде кезекте Шырайлы Майдар тұр. Жаныңызбен бірге тәніңізде сұлу болсын. Назар салайық.
Сүйел дегеніміз вирусты этиологиясы бар тері ісігі немесе тершік. Ол тұқым қуалайды және жүре пайда болады. Гормонды өзгерістерден кейін де шығады екен. Сүйелден ешқандай ауру сезілмейді, кедергісі де жоқ. Ол дененің кез келген жерінде болады, бірақ оны біз көбіне қолдан байқаймыз. Ал бетке шығып ыңғайсыздық туғызатын болса, лазер арқылы кесіп алып тастауға болады. Алайда бұл қадамға бармас бұрын мынаны ескерген жөн. Бірінші біз онкологиялық жәнегі биопсия тапсырамыз. Ол биопсия егерде және қатерсіз болып табылса, оны жәнегі лазер арқылы алып тастауға болады. Егерде ол қатерлі болса, оны ары қарай онкологияға біз толығымен тексеріске жібереміз. Себебі ол сүйел және екі түрге бөлінеді. Қауіпті, қатерлі, қатерсіз деп. Сүйелді асқындырып алмауға кәдімгі сарымсақ көмектеседі. Оны өгіп, матаға салып, сүйелге 24 сағатқа басу керек. Жаңа піскен алма сөреде тершіктің көбейіп кетуінен сақтайды. Егер сүйелі жаңа шықса, осы тәсілді пайдаланып, оны кетіруге болады. Алайда мамандар сүйелді өз бетінше емдеуге болмайды дейді. Өйткені қатерлі болса, кейін қайта қосып, одан кейін көбейіп ішке түседі. Тіпті одан ары асқынып, тері аллергиясы сынды ауруларға ұласып кетуі мүмкін. Сүйелдің аналық және аталық түрі бар. Аналығы көбейетін болса, аталық тек бір жерге ғана шығады. Ескеретін нәрсе, сүйел жұқпайды. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда кинорежиссер, кинодраматург Талғат Теменов қонақта болады. Егер қоятын сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жолдаңыздар, аты жөніңізді және қай қаладан хабарласқаныңызды жазуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар біздің бағдарламаның тыныс тіршілігінің бір сәтінде қалт жібермейтін Instagram парақшасына жазылуыңызға болады. Жүгінарда қазаны теңдей болып көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы асты өте жоғары бағалап, қастерлей білген. Халқымыз адам өмірінде тамақты тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Кез келген қазақы шаңырақтың дастархан ет тағамдарынсыз елестету мүмкін емес. Халқымыздың ұлттық тағамдар дастарханның шырайын одан әрі аша түсетіні белгілі. Алайда сол ұлттық тағамдардың көбін дайындау бүгінде көп адамның қолынан келе бермейді аяулым. Салтымызды құрметтеп, қазірде осы тағамдарды ұмытпай әзірлеп жүрейік. Кезекте қазақ асайдары бүгін біз сіздерге әсіп деп аталатын тағамның жасалу жолын көрсетеміз. Әсіп бұл көпшілік біле бермейтін ұлттық тағам. Қазіргі кезде оңтүстік өңір болмаса, ауылды жерлерден де әсіп жасайтындарды сирек кездестіреміз. Алайда бүгін дәмді әрі құнарлы астың қалай әзірленетінін қазақтың әнші қызы Әнел Қайратжан көрсетеді. Қайырлы таң, құрметті телекөрермен. Мен сіздерге бүгін қазақтың ұлттық тағамы әсіптің қалай дайындалатындығын көрсететін боламын. Ең алдымен күрішті ыстық суға, қайнатылған суға тұндырып қоямыз. Енді пияз бен сарымсақты тұруға кірісеміз. Пиязы барынша майда етіп тураймыз. Негізінде әсіп тағамы біз туралған етті қосып отырмыз, бірақ шын мәнінде ертеде бұл тағамға еттің орнына ішек қарынды және де бауырды қосатын болған екен. Уақыт өте келе біз өзіміздің қалауымызбен ет қосамыз көбіне. Қойдың етімен оған кішкене қойдың майын қосамыз. Біз жасыл пиязымызды турап біттік. Енді келесіне көшеміз. Әрі қарай біз туралған етімізді шұңқыр ыдысқа салып араластырамыз. Енді үстіне күрішті қосуымыз керек. Күріштің бетіндегі артық суларды бірінші төгіп аламыз. Содан кейін барып ыдысқа салып бірге араластыратын боламыз. Міндетті түрде араластырып алғаннан кейін тұз және қара бұрышты қосамыз. Дәмдеуіштерді қосып біткеннен кейін тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Міне біз бүйеннің ішіне салатын қажетті дүниелерді дайындап біттік, араластырып. Енді бүйенді алып, осы дайындаған заттарды міндетті түрде бүйеннің ішіне саламыз. Ингредиент салған кезде қатты нығыздап, тығыз етіп салуға болмайды. Себебі
Суға піскен кезде күріш міндетті түрде ісінеді, сондықтан бүйеніңіз жарылып кетуі мүмкін. Соны болдырмау үшін ингредиентті өте бос етіп саламыз ішектің ішіне. Әсіп кей өңірде шұжық немесе шыжымыш деп аталады екен. Дайындау тәсілдері де әртүрлі. Бірі тураған ет орнына бүйрек, бауыр қосса, енді бір жерлер жаңа сойылған қойдың жүрегіндегі қанды алып қосады. Мұны бал әсіп дейді. Мінекей біз бүйенге барлық қажетті заттарды салып біттік. Енді піскен кезде ішіндегінің барлығы сыртқа шығып кетпес үшін міндетті түрде шиді алып, не болмаса жіппен де байласаңыздар болады аузын. Бірақ маған ыңғайлысы ши болғандықтан мен шимен алып түйредім. Міне біздің әсібіміз дайын болып қалды. Енді осы дайын болған дүниені алып мұздай суға саламыз. Міндетті түрде суға тұз қосылады және де оны 45 минутқа қойып қайнатамыз. Содан соң толық түрде әсіп дайын болады. Мінекей біз әсібімізді турапта дайындап қойдық. Осы көргендеріңіз бойынша ас мәзіріңізге енгізіп, үйіңізде де осы тағам түрін күнделікті дайындауыңызға болады. Ас болсын. Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біздің қонақжай студиямызда кинорежиссер, кинодраматург, өнертану профессоры, қазақ киносына ерекше дем берген тұлға Талғат Теменов. Талғат аға, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз аға. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Оразаңыз қабыл болсын. Рахмет, бірге болсын. Көңіл күйіңіз одан да жақсы болу үшін К витамин деген айдарға кезек берейік, анекдот тыңдайық. Эстрада жұлдыздарының бір қазақ пен өзбек екеуі қиялданып әңгімелесіп отыр екен дейді. Сөйтсе қазақ өзбектен сұрапты: өзбек, сен 1 килограмм алтын тауып болсаң не істейсің депті. Сөйтсе өзбек айтыпты: мен 1 килограмм алтын тауып болсам, үй саламын, машина аламын депті. Өзбек тұрып қазаққа сұрақ қойған екен: ал сен не істейсің десе, қазақ айтады дейді: мен сол 1 килограмм алтын сатып, сен сияқты 100 өзбекті жалдап, сол алтын қазатын жерге бар, тағы да алтын қазатын деп. Ақылды қазақ болып тұр ғой, Ақбота Керімбекованың жіберген әзілі. Осындай қысқаша әзілден кейін ағамызбен сұхбатты бастамас бұрын бұл кісінің өмір жолына аз кем көз жүгіртсек. Экранға назар салайық. Ғалиұлы Теменов 1954 жылы Алматы облысы еңбекші Қазақ ауданында туған. Алматы консерваториясындағы актерлік факультетті меңгеріп шыққан жас режиссер өзінің шығармашылық жолын Талдықорған облыстық драма театрынан бастайды. Кейін Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясын басқарды. 2005 жылдан бері театр қайраткері Ғабит Мүсірепов атындағы жас көрерменге арналған Қазақ мемлекеттік драма театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстанның халық әртісі, КСРО кинематографистер одағының мүшесі, Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың және парасат құрмет ордендерінің егері осы уақытқа дейін талайды тамсандырып кино сыншылардың жоғары бағасына ие болды. Талғат Теменовтың алғаш қойған туындысы адамдар арасындағы бөлтірік. Толық метражды көркем фильмді қалың жұрт әлі күнге дейін сүйсініп көреді. Ол қазақ елін әлемге әйгілі еткен Көшпенділер фильміне режиссер ретінде қатысқан. Оны көпшілік жазушы ретінде де таниды. Өткен жылы Қазақстанның халық әртісі Алтын адам 2017 марапатына ие болды. 2017. Я? Талғат аға, жігітке жеті өнерде аз дейді. Сіздің өз сценарийіңіз бойынша қойылған бірнеше фильмдеріңіз бар. Шаңырақ, Қайдасың сен Чапай, Торо, Махаббат бекеті, Қызғыш құс секілді. Одан бөлек пьесаларыңыз да бар, оны білеміз. Тіпті оқырман көпшілік жазушы ретінде де таниды сізді. Ал енді айтыңызшы, Талғат аға, осы аталған мамандықтардың, салалардың ішінде өзіңіздің жаныңызға қайсы жақын, шаршамай жұмыс істейтін жаныңызбен рахаттанып. Егер бұл шығармашылық тұрғыдан болатын болса, әрине театрда, кинода ол көпшілікпен, коллективпен жасалатын жұмыс. Ал ең өзіңе жақын, жаныңа жақын, ол түнгі сол 4-те, 4:30-5-те тұратын, ол сенің жазу, яғни столдағы өзіңмен өзіңнің қалатын шақ. Бұл өте өзіңе жаныңа жақын. Әрине, бірақ мамандығымыз басқа болғандықтан, мысалы, менің өзімнің менталитетім, мінезім, ойым басқа болғандықтан, әрине, мен енді негізінен коллективпен, жаңағы
шығармашылық құраммен жұмыс істеген жақсы көремін. Өйткені театрда, кинода ең алдымен ол жаңағы көп бірге шығармашылық топпен жұмыс істеген дұрыс. Сондықтан әрине бұл менің мамандығым. Сондықтан театрда, кинода мен үшін бірдей. Екеуімен де жаңағы қай кезде мысалы домбыраның екі шегі секілді біресе астыңғы шегмен, біресе үстіңгі шегмен деп істей береміз. Жақсы. Аға, бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз. Баққан малым да, еккен егінім де, кәсібім де, нәсібім де өнер деп. Сонда өнерден басқа салада мысалға кәсіпкер ретінде өзіңізді сынап көрмедіңіз бе? Жоқ, енді әрине бүгінгі заман басқа, бүгінгі әсіресе мына шоу-бизнестегі жігіттердің ресторандары бар, сұлулық салондары бар, қонақ үйлері бар, автосалондары бар, ондайлар. Мен оларға ашып жатады. Мен оларға қызығам да қызғанам. Әрине әр кәлләде бір қиял, әркімнің басында әртүрлі ойын, бірақ менің өзімнің ойым, өзімнің позициям әркім өз ісімен айналысқан дұрыс. Өйткені жаман бизнесмен болғаннан гөрі жақсы жаңағы режиссер болған, болмаса жақсы спектакль қойған әлде қайда тиімді, әлде қайда абыройлы. Өйткені бұл өмірдегі ең үлкен нәрсе, ол адамның несі, ол абырой. Сол абыройды қалай да көзіңнің қарағысындай, көзіңнің несінде сақтау, жанарыңдай сақтау керек. Түсінікті. Енді келесі сұрағымыз. Бүгінгі қазақ драма театрына қандай баға берер едіңіз? Жалпы қазақ театры өнер саласында кенже қалып қойды деп ойламайсыз ба? Жалпы басқа өнердің салаларына қарағанда әрине мысалы эстрада бар, классикалық жаңағы опера бар, балет бар, көркемдеу өнері бар, соның ішінде жаңағы сурет өнері бар, архитектура өнері бар. Солардың ішіндегі мына шоу-бизнес бар. Солар басқа өнердің тасасында қалғанда театр өнері әрине бұл кенде өнер, кенже өнер. Біріншіден бүгінгі күнде театр өнері мысалы Европадағы, мысалы әсіресе батыс Европада, соның үстінде Россияда, Ресейде театр өнері қатты дамып тұр. Және театр өнері ол мемлекеттерде элитарлық өнер болып саналады. Мысалы Москвадағы кейбір театрларға билетті жарты жылға дейін бұрын сатып алынады. Мен өзім мысалы Венаға барғанда майда болатын спектакльдің билетіне декабрь айында спектакльге билет сатып атқан, және интернет арқылы, онлайн арқылы сол жаңағы жапондардың билет алып атқан мен көзім көргенде жағам ұстадым. Олар әрине дамып кеткен. Оның үстіне олар технология жаңағы 3D, 4D деп айтылады. Сондай өнердің басқа салаларына кеткен. Сол тұрғыдан қарағанда біздегі театр өнері әрине кішкене кенжелеу, оның бірнеше объективті, субъектік факторлары бар. Бірақ ең негізгісі қалай деген күнде де қазір қазақ театры өркендеу жолында, өсу жолында, оған дәлел бүгінгі театрға дейтін көзқарас, ең алдымен оның орны. Бүгінде Қазақстанда осы егемендік алғалы бері 19 жаңадан ғимарат театр салынды. Жаңағы көптеген театр облыстағы, бүгінде Қазақстандағы барлық облыста театр бар, барлық облыстарда. Көптеген облыстарда жаңа ғимаратта, мысалы жақында ғана келдім, Шығыс Қазақстандағы театр ғимараты қандай керемет, Қостанайдағы театр қандай ғажап. Сол секілді осы күзде Талдықорған қаласында облыстық Бекен Римов атындағы театр салынып жатыр. Осылардың барлығы өнерге, соның ішіндегі театр өнеріне дейтін көзқарас және оның қадірі. Біз қаншама басқа өнерге жаңағы қолдаймыз, ол жақсы, қолдау керек, жалпы өнерді қолдау керек. Бірақ солардың ішіндегі театр өнері ерекше, өйткені театр тек қана көңіл көтеретін, болмаса жаңағы жақсы спектакльдерді көріп, толғанып, ойланып, солармен бірге қынжылып, қиналып шығатын жер емес. Театр сонымен бірге тәрбие орны. Одан басқа театр ана тілінің, қазақ тілінің бесігі деуге болады. Өйткені жас балалар жаңағы мектепте барады, мұғалімі әртүрлі, балалар өзі үй тәрбиесі, көше тәрбиесі және мектеп тәрбиесі болды. Сол тұрғыдан келген кездегі біз осы екі нәрсеге көңіл аудармай жүрміз. Бұл көше тәрбиесі мен мектеп тәрбиесі. Осы жерде қазақ тілі осы жерде ақсап жатады. Яғни сабақтағы
өмір бір басқа, үзілістегі Қоңыраудағы, иә. өмір бір басқа. Осы тұрғыдан келген кезде мектептегі балалардың 60-70 тіпті 80% орыс тілінде үзілісте сөйлеседі. Осы тұрғыдан келген кезде театрдың бүгінгі алатын орны әсіресе қазақ тілін сақтаудың, қазақ тілін үйретудің, сосын қазақ тілінде сөйлеудің, сөз сөйлеу өнерінің бірден бір жаңағы курсы, ол театрға бару, жақсы спектакль көру. Тамаша аға. Құрметті көрермен, сіздермен бірге эфирде қайырлы таң бағдарламасы. Біздің студия қонағы кинорежиссер, театр режиссері Талғат Теменов мырза. Талғат аға, жаңағы әдемі сұхбатты жалғастырсақ, театр өнер жайлы айтып жаттық қой, жалпы театрлардың әр өңірлерде салынуы, ондағы әдемі театрлар деп айтып жатсыз. Енді біз елордамыз Астанадағы өзіміз білеміз, сіздің Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының көркемдік жетекшісі болып қызмет етесіз. Жалпы ол театрдың енді барлығымыз білеміз, шағын ғана, кішкентай ғана деп, жаңағы театр өнер кенже қалып жатқанын деген секілді. Осыдан бірер жыл бұрын айтқан болатынсыздар. Жалпы бізге үлкен театр салып береді деген, экспо көрмесі өткесін деген. Ондай қуаныштық жағдай хабардың болғаны рас. Жасыратын жоқ, мына қалалық әкімшілік біздерге бірнеше варианттар берді. Соның ішіндегі экспоның ішіндегі жаңағы үлкен бір ғимарат болды. 800 орындық керемет ғимарат енді. Бірақ ол театрға бейімделмеген. Одан басқа пирамиданы да бізге ұсыныс болды әкімшіліктен. Ол да театрға бейімделмеген. Бірақ осы тұрғыдан келген кезде, осы 21 наурызда елбасы осы Астана қаласының театрларының басшыларын шақырып бірге болдық. 21 наурызда сол кезде елбасының өзі айтты, театр салынады деп. Құдай берсе, сол Құдай берсе сол театрдың ескізі проектлерінің бәрі дайын. Енді осы Астана күн өткеннен кейін сол театрдың іргетасы қалана деген үміттеміз. Театр сүйер қауым үшін бұл өте жақсы соны жаңалық. асығып тосып отырмыз. Өйткені бүгінде оның үстінде қазір не ғой, ораза кезі, мысалы, елдер, мысалы, дін жолына түскендер болмаса, Алла жолына түскендер мешітке барып, ауыз ашады, болмаса Құран оқиды. Мешіт болмаса елдер қайда баратын еді? Қаншама жаңағы Алланың жолына түскен адамдар, тіпті молдалардың өзі, мешіт болмаса олар қайда барар еді? Сол секілді, ол мешіт бұл Алланың бір жолы болатын болса, ол театр сүйерлер үшін, жаңа театр жолы бұл тек руханияттың жолы, бұл мәдениеттің жолы, сондықтан бізге үлкен ғимарат керек. Тамаша. Сондықтан осы театр бұл. Келесі сұрағым, кезінде Томирис пен Зарина Патшайым туралы 2 сценарий дайын тұр деп айттыңыз Талғат. Егер қаржы мәселе шешілсе, бірден түсірем деп айттыңыз. Қазір уақытта Томирис фильмін Ақан Сатаев қолға алып жатыр. Бұл туралы мен Томиристі 2005 жылы жаздым. Ол кейін Тамыр дейтін журналға орыс тілінде шықты сценарий. Енді Ақанның түсіріп атқанын естідім, білем, Ақан айтты маған. Бірақ ол қай сценарий түсіріп атқанын білмеймін. Білетінім бір нәрсе бұл ұлы тема, бұл ғажайып тема. Бұл мына, мысалы, отан соғысы туралы қаншама кинолар түсірілді. Отан соғысы туралы қаншама поэмалар жазылды, кітаптар бар дегендей. Оның үстінде тек қана кезіндегі кеңес одағының жазушылары емес, тек қана өзіміздің төл жазушыларымыз, қазақ жазушыларының өзінде қаншама мыңдаған, жүздеген романдар, поэмалар, өлеңдер жазылды. Сол секілді Томирис те сол кездегі біздің сақ дәуірі, ғұн дәуірлеріне, біздің ата-бабаларымыздың шыққан жеріне байланысты бұл әлі игерілмеген тың. Бұл бүгінгі ұрпақты патриоттық түрде тәрбиелейтін нағыз батыр жаңағы ұрпақтың бүгінгі жалғасы деген идеямен жасалына беретін дүние. Бірақ ерте ме кеш пе ол шығармалар болады деген мен үміттемін. Өйткені жазылған сценарийдің барлығы ертең бір сүгін экранға жол тарту мүмкін емес, ол керегі де жоқ. Бірақ жақсы тақырып, жақсы сценарий, ол бәрібір міндетті түрде көрерменге жол табады. Сол сондықтан мен оптимистпін.
Тамаша аға. Бізде WhatsApp желісі арқылы тікелей эфирден жолдаған құрметті біздің телекөрермендер бар. Мынадай сұрақ жолдапты. Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылынан Жұмабек Байтүгелов деген. Сіздің жолыңызды балаларыңыз бен немерелеріңіз қуып із басып келеме деген сауал жолдаған екен. Мен енді өнердегі немерелерімдегі болады. Үлкен немерем Кларочка пианинода, одан кейін қызым Аяры ол да пианинода. Сондықтан немерелерім бар, өнердегі мектепте олар әлі кішкентай. Дей тұрған мен енді 5-6 класста музыкалық мектепте оқиды, екеуі де. Біреуі Алматыда музыка, екіншісі Америкада. Олар өнерде. Ал одан кейінгі немерем Айсұлтан, ол суретші. Суретші. Ал балалардың енді балалар ер жеткен кезде, мына 90-2000 жыл ала түлей заманда өнер тұрмақ ол кезде басқа мәселе алдыға тұрды, олар басқа сала кетті. Бірақ алыс емес, алыс емес, бірақ айтады ғой кейде талант балаларда демалады деп орыс тілінде. Сол секілді немерелердің өнерге келгеніне шүкіршілік қыламын. Тамаша. Түсінікті, келесі сұрағымыз. Сізде атақта, марапатта жүлде аз емес аға. Бірақ көп туындым, осы жүлдені алса деген арман бар ма? Болса қандай жүлде, қандай марапат? Мен айтам, мейленіп осы марапатқа ие болсам ғой деген бір арман бар. Иә, ондай бар енді. Ондай бар. Ең үлкен жүлде, ең үлкен марапат мен үшін, менің келесі шығармамды көрерменнің жүрегінен жол тапса, мен үшін ең үлкен марапат та, сыйда, сыйлық та сол. Болғандай сіздің ол қандай, ол келесі қойылатын дүние. Тамаша аға. Келесі қойылатын дүние. Тамаша. Аға, бізде мынадай бір кішкентай ойын бар. Сіз я және жоқ деп қана жауап бересіз, шын жауап бересіз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Олай болса кеттік. Фантастикалық жанрдағы кино түсіргіңіз келе ме? Жоқ. Мәдениет министрі болуды ұсынса келісесіз бе? Жоқ. Қырсықсыз ба? Иә. Өткенге өкінесіз бе? Жоқ. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Иә. Кісі ақысын жеп көрдіңіз бе? Жоқ. Ғайбат сөйлейсіз бе? Иә. Сіз сенім артқан жандардың сөзіңізді көтер алмай, жұмыстан кетіп қалған кезі болды ма? Болды. Мансап бәрінен биік бе? Жоқ. Сценарий жазғанда өзге туындылардан ұнаған эпизодты алған кездер болды ма? Жоқ. Тамаша, осындай аға, ойын. Осындай ойын ойнағаныңызға. Керемет, осындай сүбелі сұхбатыңызға рахмет, үлкен келгеніңізге. Оразаңыз тағы да қабыл болсын дейміз. Жаңа немерелеріңіз айтып кетіп жатсыз, арман мақсаттарына жетсін деп тілейміз. Өзіңіз армандаған марапатқа ие болуыңызды рахмет. тілейміз. Аға. Шын жүректен Рахмет аға. тілектеспіз. Ал құрметті көрермен, осымен біздің уақытымыз аяқталды. Өкінішке қарай, дүйсенбі жұма аралығында күнделікті таңертең сағат 8:00-де Евразия арнасы қосулы болсын. Дәл қазір ауа райы болжамы соңынан қайырлы таң бағдарламасының орыс тілінде көрсеңіздер болады. Ертең көріскенше аман сау болыңыздар.